Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз Оғыз Доған ағамыз екеуміз кезінде сот болды, білесіздер барлықтарыңыз, қазақ тілі мәселесі бойынша. Сол соттағы моральдық өтемақы дейміз ғой, 1 теңге деп қойған болатын Оғыз Доған аға. Тіл сатылмайды. Соны алуға кетіп бара жатырмыз. Соны алуға Эйр Астана компаниясына бара жатырмыз. Сол бойынша Оғыз Доған аға өзіңіз біраз. Енді біз күттік қой, сол соттың шешімі келгеннен шыққаннан кейін бұлар бізге хабарласып деп ойладық. Бірақ тағы да біз ақ көңіл екенбіз. Әрине хабарласып қойды. Мен 2 күн бұрын хат жазғам, қашан бересіңдер деп. 20 күні мен Алматыда болам, алып кетсем қалай болады деп жазғам. Кеше рахмет маған жауап жазыпты. Осында адреске келіп, алып кетуіңізге болады, сіз өтемақыңыз деп. Енді мен тағы бір рет ескертіп өтейін, осы 1 теңге символикалық біздің талабымыз. Әрине бұл қазақ тілінің құны 1 теңгемен өлшенбейді. Енді 1 миллион теңгемен де, 1 миллиард теңгемен де өлшенбейді. Сол үшін біз 1 теңге сұрағанбыз, кейін ертең бұлар айтпасын деп ше. Бұлар ақша үшін сотқа берді деп айтпасын деп. Құдай қаласа, осы асыл бауырым екеуміз жолда кетіп бара жатырмыз Эйр Астанаға. Соны алып сіздерге тікелей эфирде көрсететін боламыз. Қалай алдық, қалай қол қойдық. Алла қаласа, осы 1 теңгені жақсылап сақтап, келешекте бір тіл туралы, мәдениет туралы, қазақтың тәуелсіздігі туралы бір музейге, бір мұражайға сыйлаймыз деген ойым бар. Мен оған шейін сол 1 теңгені жақсылап тұрып, бір рамкаға салып дегендей сақтайтын шығармын. Алла қаласа. Сол асыл бауырыма рахмет. Мен бірінші оғана хабарластым, келіңіз дедім, бірге барып алмаймыз ба, сіздің көрермендеріңіз көрсін. Өйткені енді бұл мәселе 1 теңге емес қой. Бұл 1 теңге қазақ тілінің жеңісінің белгісі. Қазақ тілін таптаған шовинистердің жеңілісінің белгісі. Сол үшін біз үшін өте қымбатты болып отыр. Өте дұрыс айтасыз аға. Жаңағы ол өтемақыны 1 миллион не болмаса 100 миллион деп қойсаңыз, бір түрлі тілдің бір тағы бір нәрсе қосылып өтейін бауырым. Жол ережелеріне сақтап. 200 metre sonra sağa dönün. Кейбір достарымыз сұрайды, мен негізі жауап бергем, тағы бір рет жауап беріп кетейін. Эйр Астана кешірім сұрады ма деп сұрайды. Жоқ ағайын, бұл кешірім сұрау мәселесі тойға дейінгі біздің талабымыз болды. Олар кешірім сұрамағаннан кейін біз оларды сотқа бердік. Демек, олар кешірім сұраған жоқ, бірақ олар тізе бүкті. Bunu қайтадан бір рет ескертіп өтейін. Мүмкін қазір барғаннан кейін кешірім сұрайтын шығар, соны бір көрейік енді. Көрейік енді. Кешірім сұра деп айтпаймыз ғой оларға, бірақ айтпаймыз, біз оны сотқа дейінгі процесті айтып өттік. Видео таспаға түсіріп, көрейік, кешірім сұрай ма екен, сұрамас па екен бұлар деген сияқты. Енді бізді лауазымды үлкен қызметкерлер, эстетика деген бар ма екен бұларда қызметкерлер? Негізі жоқ екен, олар тамыздан бері дәлелдеп келе жатыр. Мәдениет бар ма екен, тәрбие бар ма екен? Эйр Астана қызметкерлерін соны бақылап көрсек көрермендерімізбен бірге. Енді жай қызметкердің кешірім сұрағаны бізге пайдасы жоқ. Олар негізі компанияның атынан кешірім сұрау керек еді. Олар кешірім сұрамаған үшін біз оларды сотқа бердік. Кешірім сұрамаған үшін біз оларды тізе бүктірдік. Сол бұлай деп ойлаңыздар ағайын, жиі қойылып жатыр осы сұрақ. Енді бұл күшпен, соттың шешімімен кешірім сұрауға болмайды. Кешірім сұрау деген бұл адамның өзінің мәдениетінің белгісі. Адамда мәдениет бар болса, сіз айтқандай эстетика болса, онда кешірім сұрайды. Мен асыл бауырымды ренжітсем, содан кейін өзім ойланып, мен не істедім екен десем, ол менен кіші болса да, мен одан кешірім сұраймын. Кешірім сұраған ұят па. Енді бұл элементарный не бұл? Адамның қарым-қатынасы ғой. Біреуді ренжітіп қойсаң, кешір, айып етпейді. Тіпті бар ғой, өзің кінәлі болмасаң да кешірім сұраған жақсы. Ана кішкентай үйде тәрбиелеп жатқан 4 жасар балаңа да айтасың ғой, кешірім сұра, рахмет деп айт деп үйретесің ғой.
буларды сонда үйретпеген ба, жоқ ата аналарының тәрбиесі жаңағы кемдеу болып тұр ғой мысалы. Солай болып тұр. Өткенде есіңізде ме? Бір кім еді аты? Бір бауырымыз Альфа банкпен шайқасты ғой? Иә. Қазақ тілі бойынша. Иә. Ақтау жақта ма, Маңғыстау жақта ма? Иә, сол батыс жақта. Иә, батыс жақта. Сол мен риза болдым, сол орыс, сол филиалдың директоры бөлмесіне кіре сап, оны тыңдап, мәселенің қандай екенін тыңдап, кешірім сұрады. Сіздікі дұрыс деп айтты. Бұл не болыпты? Мен мысалы үшін Альфа банктың жазуын көрген жерде мен сыйлаймын. Альфа банк, ойбай деймін, бұл намысы бар, бұлар жақсы адамдар екен деймін да. Орыс болса да. Көрдің бе, сол орыс директор кешірім сұрады. Сотқа дейін бармай, не қылмай. Не болды? Альфа банк төмендеді ма біздің көзімізде? Жоқ. Дұрыс айтасыз. Мәселе бұл жерде не ғой, жаңағы орыс болсын, кореец болсын, кім болсын, тіпті ұлтқа бөлінуде емес, жаңағы біздің қазақ тілді құрметтеу мемлекеттік тіл ғой, қанша дегенмен. Осы уақытқа дейін 27 жыл болды ма тәуелсіздігімізге? 27 жылдың ішінде енді мемлекеттік тілді құрметтейтін кез келді ғой деймін деп ойлаймын енді. Осы уақытқа дейін енді Sola dönün. қазірден бастап осының бәрін жаңағы өзіміз сыйлатқызбасақ, өстіп әрекет жасамасақ, ол кімге керек түрде, ешқандай заңды түрде, заңды бұзбай, заң аясында ешқандай провокация жоқ. Сізді жаңағы айтып жатады, әлеуметтік желіде бір шовинистер жазып жатады екен сізге, провокатор, анау мынау. Оны да оқып жатырмыз. Оқиғадан кейін көп жазды. Ол провокация түгі жоқ, сіз жаңа заңды талабыңызды орындату деген ол провокация емес қой, дұрыс па? Мен Индонезияда қазақ тілін талап етіп отырған жоқпын ғой. Мен басқа бір мемлекеттер, Россияға барып, тіпті бар ғой, өзіміздің Астраханда барып, Астраханда, Омскіде сұрап отырған жоқпын қазақ тілін. Тәуелсіз Қазақстанда сұрап отырмын. Қазақтарды шақырып жатырмын. Қазақ тілінде сөйлеңдер, қай ұлт болмасын, қазақ тілінде жауап беріңдер. Жарайды, ол түсінбесе, оның түсінетін тілінде жалғастыра беріңдер. Бірақ ол түсінсін, бұл кімнің елі? Бірінші ол, бұл жер кімдікі? Соны бір естеріне салып кетпейміз бе? Оны бұлай салыстырмалы түрде қарасаңыз, мысалға Ұлыбритания дейміз ғой, Англияға барып, ағылшынша сөйлеуді талап етіп жүрген ешкім жоқ қой, мысалы, бәрі ағылшынша сөйлейді. Сол сияқты біздің мемлекет ол Ұлыбританиядан қай жері кем? Ресейден қай жері кем? Түркиядан қай жері кем? Ұлттық әуе компаниясы Turkish Airlines да мен елестете алмаймын да. Түркше сөйлеңізші, өтінен түркше сөйлеңізші демейсің ғой? Соттасып деймін бөлесіз болар ма? Олар біледі. Мен елестете де алмайсың, өйткені Түркия енді тәуелсіз мемлекеттердің бірі. Қазақстан да солай. Қазақстан 27 жылдан бері тәуелсіз мемлекет болған соң, әрине енді бұл тіл мәселесі жақын арада шешіліп кету керек. Біраз шешілді деп те ойлаймын негізі. Ақырын шешіліп жатыр енді мына елбасымыздың өзі жаңағы үкіметке, парламентке қазақша сөйлеңдер деп айтып жатыр. Өте ризамын елбасына. Олар өте дұрыс деп ойлаймын. Өте дұрыс. Қолдау керек. Бірақ жаңа кеше телевизордан көріп жатырмыз, арасында тағы да орысша қосып жіберіп жатыр депутаттарымыз. Қалай сонда, не ма? Орысша, қазақша сөйлеп тұрғанда қосып жатыр ма? Жоқ, ана кеше бір министрларды көрсетіп жатыр бір. Не бойынша кеше бір күнделік туралы болды ма, электронды күнделік дей ма, сол жерде бір министр ағамыз орысша доклад жасап отқан. Нұрлытау мынау ма сонда? Осы болу керек. Ал енді көрермендер қазір жеткеннен кейін түсірілім жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мына Эйр Астанаға келіп қалдық. Эйр Астанаға да келдік, міне. Қазір ішіне кіріп түсірілімді жалғастырамыз. Кіре береміз? Негізі, сіз өшім жоқ, не боласыз? Кіре берейік онда. Бұл жерді тұрақ ішіне. Құрметті қазақ елі, міне Эйр Астанаға келдік. Қазақ тілінің бір теңгесін алуға келдік. Құдай қаласа қазір ішіне кіреміз. Бізге қандай мәміле қылады, соны көреміз. Оғыз аға, сіз алған Төлеген Айбергенов атындағы медаліңізбен құттықтап қоюға рұқсат етіңіз. Рахмет, бауырым. Әкеңіз қолыңызды. Рахмет, бауырым. Сіздің енді еңбегіңіз зор ғой.
құтты болсын, еңбегіңіз, ісіңіз алға бассын. Міндетіміз. Ары қарай енді түсірілім жалғастыра береміз ғой, кіреміз ғой. Сіз түсіріп, не қылыңыз? Жақсы. Бірге сөйлесіп, Аха. мына жерге барып көрейік. Кіре беріңіз. Ассалаумағалейкум. Қазақша сөйлейміз. Біз Ер Астананың сотта жеңілгені туралы бір теңгемізді алуға келдік. Сотта жеңілген? Естіген жоқсыз ба? Жоқ. Моральдық өтемақы. Жоқ, ондай еңбек туралы білмеймін. Жоқ, сіздің компанияңыздың борт серіктері қазақ тілін қорлап, біз сотқа бергенбіз. Барлық Қазақстан естіп, сіз ғана естіген жоқсыз ба? Мен естіген. Интернетке кірмейсіз сонда, телевизор көрмейсіз. Жоқ, деген маған ақпаған. Бұндай маған хат келді өткенде. Оны көрсетіңіз. Болады. Обязательно. Иә, Міндетті түрде. барлық қазақ халқы осы күтіп жатыр. Мындай хат келді. Мен бұл жағына мен негізі жауап бермейді екен. Жоқ, жауап бермейсіз. Маған сіздердің... Біз кіре берейік. Мынаны оқыңыз. Сіз осы жерде күте тұрыңыз. Мынаны оқыңыз бірінші. Қазір оқиын. Сіз осы жерде күте тұрыңыз. Гаухар деген, Гаухар Жаңабекова деген қызметкеріңіз маған жауап жазған. Келіп алып келдіңіз. Заңгер ғой, заңгер. Біздің осы... Эйр Астананікі, иә. Эйр Астананың оқыңыз. несі көп қой. Бауырымнан оқып шығыңыз. Осы жердің адресін берген. Сұрасаңыз, жағдайды білетіндер бар шығар. Қызық, білмейтін адам бар екен. Тіпті Ер Астананың ішінде жұмыс істеп. Орысша амандасады дейсіз ғой. Иә, сол. Енді бұл бала білетін болса, кішкене мені көріп, ең болмағанда сәлеметсіз бе дейтін еді деп ойлаймын. Иә. Телевизор көрмейді, интернет қарамайды екен шынымен де. Ең болмағанда бұл жерде бір өсек болмай ма, иә? Иә. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалқынсыз. Қалыңыз қалың. Жақсамын сөйлеріңіз қалайсыз. Осы офистің менеджері. Мен сізге... сұрақ қойыңызшы. Сізден сұрауға бола ма? Мынаны оқыңыз. Бұл сіздің лауазымды қызметкеріңізден маған келген хат. Түсіндіріп сізді? Иә. Қолаңыз, номер алыңыз. Сұраса olur ма сізді? Бізде тек қана пиар айдығы бар. Солар келісім берген жағдайдан ғана бізге видеоға түсіруге болады. Неге? Бұл заң бойынша біздің осы хақымыз. Бізде пиар айдығы ғана телефонға Бұл жерде не жоқ? Бұл жерде ешқандай бір қылмыс жоқ, нәрсе жоқ. Бұл бауырым білмейді екен, осы жағдайды сіз беріп жатқан шығарсыз. Барлық қазақ халқы қазір тікелей эфирде осыны көріп отыр. Сіздің осындай айтқаныңыздың өзі ренжітеді кісілерді. алыңыз. Бұл жерде өтемақыны алу деген жоқ. Ешқандай жаман ойыңыз жоқ? Бәрі шешілді ғой? Келіңіз қалды. Осыған кезде. Бұл негізі, бұл не емес? Бұл кеңсе біздің. Клиент емес біз. Түсіндім. Біз соттық шешім бойынша өтемақыны алуға келдік. Осы кеңседе өтемақыны кез келген агенттен ала аласыз. Оны кезекте күту керек, Иә, әрине. Бізде қазір барлық агенттер. Жарайды. Отырыңыз. Атыңыз кім бол? Ақжан менің есімім. Қуаныштың. Бұл 109 екен, біздікі 110. Қазір келеді. Сұрақ болатын болса, мұндамын. Отырыңыз. Бір теңгені алу үшін кезекке тұрғызып қойды ғой. Бір түрлі ыңғайсыздау жағдай екен. Қалай ойлайсыз? Негізі бір жағынан біз клиент емеспіз, бұл жерде клиент емес, біз әрине ертең ұшамыз ғой, Ер Астананың ұлттық компаниясы болғаннан кейін, әрине бізге жау емес, әрине ұшамыз. Бірақ қазір біз бұл жерде негізі клиент емеспіз. Кезекте тұратындай. Соны айтамын. Енді Құдайға тапсырайық, сол қазақ халқына тапсырайық, осындай жағдайды. Өте ұятты жағдай, мен қазір қарап біліп отырмын. Ұятты жағдайды жалғастырып жатыр.
109, 110 bizden gezek geldi mi? Selametsiz. Жағдайды білетін шығарсыз. Кеше Гаухар Жаңабекова деген сіздің қызметкеріңіз клиенттермен жұмыс істеу бөлімінің маманы маған жауап жазған. Сотта жеңілгендеріңіз туралы бізге төлеуге міндетті 1 теңгені біз алуға келдік. Құжатыңызды бересіз ба? Әрине. Қазір. Мына жерде есіміңізді жазуыңыз керек. Мына жерде қандай сома қайтарылды сізге 1 теңге жазыңыз. Жақшада мына жерде билеттің номері. Билетке байланысты нәрсе емес бұл. Бұл соттың шешімімен ғой. Сіз білесіз бе жағдайды? Эйр Астана компаниясы қазақ тілін қорлағаны үшін Алматы қаласы Түрксіб аудандық сотының шешімі бойынша 21 желтоқсан 2017 жылғы шешім бойынша өтемақы, моральдық өтемақы ретінде 1 теңге төлейтін болды. Бұл ешқандай билетке қатысты нәрсе емес. Бұл жоқ, сіз рейстің барысында болған... Жоқ, рейске ешқандай қатысы жоқ. Бұл соттың шешімі ғой, соттың. Болмаса сол бастық мырзадан көмек сұраңыз. Түсіндіріп берсін. Білмеуіңіз мүмкін. Сол жағдайды білмеуіңіз мүмкін. Мына жерде Сіздің қай рейс бойынша ұштыңыз? Рейске ешқандай қатысы жоқ. Түсіндім. Оның есімде жоқ. сол рейстің барысында болған. Мен ойлаймын, негізі арнайы бір құжат дайындау керек осы үшін. Енді қысқаша сіз жазуыңыз керек. Осындай, мен сізге сол шешім нөмірінде айтып беремін. Осы шешім бойынша біз 1 теңгені төлеп отырмыз. Біз бердік, мен қабылдадым деп қол қоямын. Осы дайын құжат қажет жоқ деп ойлаймын. Қысқаша бір мәтін жазсаңыз сол үшін. Қолыңызды және нені қойыз ба, датаны қойыз ба жерге? Бұл кепілдік хатта сіз қанша сома бізден алатыныңызды соңына қарастырайық. Мен басқа жерде толтырмай ақ Оны толтырмай қойсаңыз да болады негізі. Жоқ, негізі бұл жерде бар ғой, бұл жерде не үшін төлеп отырсыздар? Соның бәрі жазылу керек қой. Сол үшін мен сізге берер кеңесім, ертең тағы бір шатыр болмау үшін кішкентай бір тест дайындаңыз. Компьютерда. Осындайға болмайды ғой. Соттың нөмірін, шешім нөмірін, күнін жазасыз, қысқа бір сөйлем. Түсіндіксіздер. Содан кейін қабылдадым, бердім дегендерді жазып, қол қойыңыз. Бұл шешіледі. Енді бұл дайын тұру керек деп ойлаймын. Бұл біздің негізгі ішкі құжатымыз, ішкі құжатқа... Енді бұрын білмеймін, сіздер енді компенсация төлемеген шығарсыздар. Жоқ, біз компенсация төлеген... Бұлай төлейсіздер, осы тек қана осы құжат арқылы. Сол себепті сіз бүгінгі күнді және қолыңызды қою керексіз. Ақшаны алып деген. Асыл бауырым. Жоқ, енді құжатта көрсетілу керек қой, не себепті өтемақы төленіп жатыр. Ертең мен төлеген жоқ деп айтуым мүмкін ғой. Жоқ, сізбен Гаухар ханым хабарласты ғой. Дұрыс қой, бәрі қағаз жүзінде болып Текстті не деп тұр? ертең әрине үйтпеймін, бірақ мысалы мен төлеген жоқ деп айтуым мүмкін. Қанша ақша алған? Иә, сол жерде соттың Растайды, алта шешім нөмір болу керек. Ол менде бар, ол ақпараттар бар менде, сізге беремін. Бір текст дайындаңыз, Word'те дайындаңыз, екеуміз қол қояйық, болды.
Ол сұрақта Гауһар жаңағы бізге Гауһар ханым, мен сіз хабарласаңыз болмаса қазір қалай істейміз деп. Бізде негізі өзіміздің ішкі процедура бойынша бұл құжат тек осы құжатты сіз толтырып бересіз. Не себепті? Соттың шешімімен байланысты құжат емес пе? Бұл компенсация аласыз, сіз көрдіңіз ба? Қандай сомаға компенсация аласыз? Сол бойынша толтырмаққа. Соманы алдым деген сөз. Иә, алдым деген сөз болды. Бұл негізі қосымша ақпарат. Қараңыз, бұл жерде әдебиет нөмірі, рейстің ұшу күні дегендер бар иә. Бұл жерде соттың аты, шешім нөмір болу керек еді. мынау бір сіздер бір билетке ақша қайтарып жатқандай бір не қалдырып отырмын. Соттың шешіміне байланысты деп жазбайсыздар ма? Сот туралы не бар бұл жерде? Ешнәрсе жоқ. Кәдімгідей бұл өз Құжат қой, бұл да құжат өз қой. заң бойынша бәрін 1 теңге болса да ол ақша ғой, дұрыс па? өйткені барлық қазақ халқы осындай ақпаратты күтіп отыр. Енді бәрі нормально болсын. Осыған шейін қырылыс болды, шайқастық болды, бітті. Осыдан кейінге нормально болсын, бауырым. Бұл қиын емес, сіз бөлмеңізге барып, бізді сол жерде қонақ қылып, текст дайындаңыз. Болмаса лауазымды кісілермен сөйлесіңіз. Ертең бұл тағы да телевизорлар шығып не алмасын. Мынау айтып жатса. Бізді күттіргеніміз өзі ұят. Bir minutта болса. Бізді не себепті кезекке тұрғызып қойдыңыздар, соны айтыңызшы. Біз клиент ретінде келген жоқпыз ғой. Біз өзіміздің өтемақы, моральдық өтемақыны алуға келдік, дұрыс па? Адам болғасын мен адамды тұрғызып. Жоқ, ол үшін енді әдейі бір қызметкер арнайы бір қою керек еді. Бұл дегенде Бұл аты кім еді бауырымыздың? Ақжан. Ақжанның өзі қабылдау керек еді. Өзі жазды. өте дұрыс айтасыз. Сонда мұнда 10 адам кезекте тұрса, біз 10 адам кезек күтуіміз керекпіз. Босаған адам сізді қабылдаушы еді? Неге? Адам көп келеді ғой кейде. Ол үшін Ол алпалы сіз келетініңізді біліп тұр ғой, адам босағасын міндетті түрде сізді шақырушы еді. Оған ренжімеңіздер, бізде адам отырғасын біраз Қарындас, мен сіздің жеке өзіңіз емес. Ол басшылыққа арналған сұрақ бізде. Сізге ешқандай неміз жоқ бізде. Енді Сіз қызметкерсіз. Кішкене түзеу керек қой. Дұрыс, өте дұрыс айтасыз. Жөндеу керек. Мен солай деп ойладым, шынымен бар ғой. Кешірім сұрамаса да, мен болмағанда бізді қонақ қылып дегендей деп күттім. Осындай бауырлар. Сол үшін бауырлар, қарындастар, мен сіздерге айтарым, осындай жағдайға шыдамаңыздар. Мысалы, ұшақта сіздерге орысша сөйлесе, сіз қазақша талап еткеніңізді қарамаңыздар. Ешнәрседен қорықпаңыздар. Бұл енді Түрксіб аудандық сотының шешімі, бұл енді заң ғылымында мынандай термин бар. Қазақшасын қалай аударылады білмеймін, бізде бет сөз айтқанда, аударғанда үлгі шешім дейді. Сіз сотқа бергенде, осы біздің шешіміміз үлгі ретінде қолданылады. Қайсы қаланың, қайсы ауданның соты болмасын, мысалы үшін мындай болу мүмкін емес. Бірдей жағдайда екі түрлі шешім шығару мүмкін емес. Сол үшін Түрксіб аудандық сотының шешімі үлгі шешім. Кейінгі процестерде, сіздер ашатын процестерде барлық судьялар осы шешімге сүйеніп отырып шешім шығаруға тиісті. Сол үшін сіздер сотқа бере берсеңіздер, сіздер осындай жағдайды видеоға түсіре берсеңіздер, жеңіп шығасыздар. Еш нәрседен қорқудың қажеті жоқ. Қазақ тілінің мәртебесі көтеріледі дейсіз ғой. Әрине. Енді бұлар енді кішкене өздеріне келді деп ойлағанбыз. Енді бұл бауырымызда, бұл қарындасымыз бізге жақсы сөйлеп жатыр. Мен оларға ризамын. Бірақ бұл жерде түсінік, менталитет дұрыс емес әлі. Әлі дұрыс емес. Біз қазақ тілін қорлаған үшін сотқа беріп жеңіп шыққан адамдар ретінде келіп, бұл жерде кезекте күтпеуіміз керек. Сосын бізге осындай дайын құжатты біздің алдымызға беріп, бұл билеттің бір артық төленген ақшасын қайтару туралы құжат болсайды. Сот туралы бір ауыз сөз жоқ дейсіз ғой бұл жерде. Осыны бізде толтырғызып, енді бұл жерде мәселе 1 теңге емес қой. Мәселе принципта болып тұр. Қазақтың тарихында қалатын нәрсе болған соң, осындай құжат болмайды. Кезекте күттіру, нөмір алу болмайды. Бізді осы мекеменің ең жоғары лауазымда отырған адам қарсы алып,
ол бізді қонақ қылып кәдімгідей бізге бір теңгемізді қол қойғызып беру керек еді деп ойлаймын. Енді осыдан кейін енді бауырымыз бөлмесіне кетіп қалды. Салтанатты түрде берілді. Түсінген сияқты деп ойлаймын сол бауырымыз. Онсыз да бұл қарындас түсініп отыр. Негізі сіз айтты, сізде сот шешімі өзіңізде болу керек деп еді. Сізге сот берілді. Сонымен егер біздің қолымызға жетіп тұрса, ол жерге де қойып қарындасым. Мен сізден бір теңге сұрағанмын. Мүмкін сұрағанда да беретін едіңіз. Сіз қалтаңыздан шығарып беретін едіңіз, дұрыс па? Әрине. Бұл жерде сол мен қол қоятын құжатта міндетті түрде осы сот шешімі бойынша төленіп отқан ақша екенін көрсетуге тиісті. Жай мен сіздерден бір теңге сұрап отқан жоқпын. Сол жерде сіз жазасыздар. Осы соттың осы күнгі осы нөмірлі шешім бойынша біз төлеп отырмыз дегенде. Чекте болса да, сіз құжатыңызда болса да осындай көрсетуіңіз керек. Мен сіздерден жай бір теңге сұрап отқан жоқпын. Сот шешімі болатын болса, біз сот шешіміне қол қоя аламыз. Сот шешіміне сіздердің адвокаттарыңыз онсыз да қол қойды. Бұл кісі төл құжатын әкеп тұр ғой, төл құжатын. Сіздер жаңа көрсету керексіздер қағазда. Сот шешімі бойынша моральдық түрде. Сіздердің адвокаттарыңыз сот шешіміне қол қойып алды сол. Сіздің архивте тұр сол сот шешімі. Бізде рет сату кеңсесі болып табылады. Енді Галбар ханым мені осы жерге жібергеннен кейін не істейді? Түсінесіз бе? Қазір осыларды біз ертең көрсетеміз бе? Бұл бәрі заң аясында болсыншы. Мен заң аясында бізге сату кеңсесінде біз барлық өтемақыны осы қағаз бойынша толтырамыз. Бізде сіздің рейсіңіз, яғни осы оқиға болған рейсіңіз барлығы жазылады. Сіз қарасаңыз, жаңағы анкетада рейс бойынша проблема болған кезде қайтарылатын ақша туралы барлық мәліметтер тұр. Ал біздің болып отқан жағдай төтенше жағдай. Сол үшін сіздер маған қол қойғызатын қағазда мен рейске байланысты емес, басқа нәрсеге байланысты емес, соттың шешіміне байланысты екі ауыз сөз болуға тиісті заң аясында. Несі түсініксіз? Керек болса мен Галбар ханыммен сөйлесейін. Несі түсініксіз? Сіздер көріп отқандай мен түсіне алмай жатырмын. Мен де түсіне алмай жатырмын. Оп-оңай нәрсе ғой. Шығында ана жерге бір екі ауыз сөз қосаса болды ғой жаңа бір бланкқа. Мен бұл асыл бауырыма не беретін болсам, қарыз беретін болсам. Расписка жазсаң да жаңа қолхат жазсаң да көрсетесің, не үшін алып жатсың жаңа. Айтамын ғой мен асыл бауырыма қарызға беріп жатырмын деп. Осындай күні, дүйсенбі күні айтамын ғой мысалы үшін. Қарыз бердім, ол айтады. Иә, мен Оғыз Доғаннан осындай қарыз алдым, болды. Қарапайым сөздерімен. Ода тұрған ештеңке жоқ қой. Мен де кассаға барып бір теңгені алып кетемін. Неге? Сен сол жерде айтуың керек, көрсетуің керек. Не бойынша беріп жатсың? Неге беріп жатсың? Айтуың керек. Түсініксіз болып жатыр әлі. Өте түсініксіз жағдай. Қазір енді Оғыз ағамыз екеуміз Эйр Астананың алдында тұрмыз. Өте қызық жағдай. Жаңа толтыратын құжатта сот туралы бір ауыз сөз жоқ. Оның үстіне біз кіргелі бері бізді кезекке тұрғызып қойды. Кешірім сұрамақ түгіл бізді кезекке тұрғызып қойғаннан кейін, одан кейін жолда сөйтіп айттыңыз иә, кешірім сұрайтын шығар деп, иә? Бізге шай, кофе беріп дегендей. Қазақилық бар шығар, бір шай беретін шығар деген ой ғой біз. Сөйтсек, бізді кезекке тұрғызып адам құрлы көрініп жаңағы ондай әрекет жасап жатыр. Жоқ, негізі жаман сөйлемейді, бірақ мен оларды жарты сағаттан бері заң аясында жұмыс істеуге шақырып жатырмын. Енді жеңілдіңдер ме? Болар болды. Жеңілдіңдер ме? Қазақ тілі жеңді ғой, енді бір жау жеңген жоқ қой. Жеңілдіңдер ме? Бұл заң аясында бізге бір теңгемізді беріңдер болды. Бізге соттың шешімі, соттың аты, соттың күні туралы ақпарат енгізілген қағазға қол қойыңыздар деп біз сұрап жатырмыз қазір, иә? Бұндайда не дейді ғой жаңа, бюрократия дейді ғой, бюрократия.
Әлі күнге шейін сол жаңағы кеңес одағынан қалған бюрократия. 1 теңге алу үшін де соншама қағаз. Қанша бір жарты сағаттан асқан шығар осында отырғанымыз ғой. 1 теңгені алып кетудің өзі бір проблема болып тұр да қазір. 1 теңге. Бюрократия деп ойламаймын мен бұл жердегі жағдайда. Бұлар дайын емес. Дайын емес. Бұрын соңды бұлай жағдай жасамағаннан кейін бізге клиенттерге толтырған анкетаны толтырып. Мен аты жөнімді жаздым. Алатын соманы жаздым, содан қарасам билеттің аты жазылып тұр, рейстің аты жазылып тұр, билеттің нөмірі жазылып тұр. Мен неге қол қоямын? Билетке байланысты нәрсе емес қой бұл. Соттың шешімінің нөмірі болу керек, дұрыс па? Оның бәрі бар. Жөніңіз болу керек. Сол шешім бұларда да бар. Ғана заң бөлімі, заңгер қарындасымыз, Гаухар соның бәрін қарастырып, ойластырып қою керек деп ойлаймын да. Алдын ала негіз бар ғой, бауырым. Біз бұлардан мәдениет күтіп тұрмыз ғой. Осы Гаухар маған хабарласу керек еді. Оғыз мырза осындай болды, есіңізде болса, сіз қашан алып кетесіз, мен сізге берейін, немесе осы бөлімшемізге барып алып кетіңіз деп айту керек еді. Ыңғайсыздау жағдай болды деп, Сол желтоқсаннан бері күтіп жатырмыз. 3 ай болды ма? Болды ғой. Дәл 3 ай болды. Көктем шықты дейсіз ғой, далада. Көктем шықты. Мен күттім, енді не істейін? Мен 1 теңгемді бер деп айтып тұра алмайсың ғой. 1 теңге алуда осындай не жұмысы көп екен. Жұмысы көп екен. Миллиондап қайтып алып жатыр елдер, миллиондап. Мен соған таң қаламын да. Кеше достар пікір жазды ғой, енді сіз оларды банкрот қылатын болдыңыз ғой деп. 1 теңгелер жоқ шығар, сол үшін шақырмай жатқан шығар деп айтқан. Бірінші негізі осы видеоға да түсірткізбейтін болды басында. Бізде тек қана бір нәрселер түсіреді деген деді ма? PR отдел дей ма, PR бөлім дей ма? Тәуелсіз еркін мемлекеттерде бұнда... Біз өзіміз түсіріп жүрміз ғой, біз бұлардың кеңсесін түсіріп жатқан жоқпыз, өзіміз түсіріп, өзіміздің сезімімізді, қандай сезімде болатынын түсіріп жатырмыз. Мемлекеттік құпия туралы бір нәрсе түсіріп жатқан жоқпыз. Стратегиялық объект емес бұл. Ракеталар, құпия қару өндіретін зауыт емес, дұрыс па? Кеңсе бұл да бір Эйр Астананың кеңсесі. Түсіруге құқығымыз бар. Сонда көрсетіңіз Эйр Астананың кеңсесін жазу. Эйр Астана, мен былай көрсетіп жіберейін. Осындай жағдай, бауырлар. Бұл жердің адресін айтып берсеңіз? Бұл жер қазір. Мен ағайын, сол тамыздың 14-нен бері жалғызып жатқан тіл күресінің жемісі осы. Мен қайтадан бір рет айтып өтейін. Олардан біздің қазақ тілінің, қазақ халқының алдында кешірім сұрау талабымыз сотқа дейінгі процесте болды. Олар сотқа дейін осында кешірім сұрамағаннан кейін оларды сотқа беріп жеңіп шықтық, демек оларды біз тізе бүктірдік. Кешірім сұрамағандарды біз қазақтың алдында тізе бүктірдік. Не осының жемісі? Бұл өте символикалық болғанымен тарихқа енетін теңге деп ойлаймын. Бұл 1 теңге менің емес, бұл қазақтың жеңісі, қазақ тілінің жеңісі. Сол үшін мен бір күні бір мәдени, бір тілге байланысты мұражай менен осыны сұрағанша, мен осы 1 теңгені жақсы сақтап оларға табыстайтын боламын, тапсыратын боламын. Сол үшін мен тағы бір рет барлық қазақ халқына рахметімді білдіремін. Осыдан кейін де әрбір қазақ азаматы тілге байланысты проблема болған кезде, қазақ тілі тапталып қорғанып жатқан кезде үндемей тұрмасын. Қазақстанның заңдары бар. Қазақстан деген тәуелсіз, бәрі заң аясында жүретін еркін мемлекет. Сол үшін әрбір азамат өз хақын, өз құқықтарын қорғап, тілін сақтап жүре берсін. Мен барлық қазақ азаматтарын соған шақырып отырмын.